Ассалаумағалейкум достар, сіздермен әдеттегідей қайтадан Армашка бро. Достар, біздер қайтадан каналға оралдық. Және де каналға оралуымыздың себебі сіздердің сұрауларыңыз бойынша. Неге каналда көп видео шықпай кетті? Неге каналдан жоғалып кеттің? Армашка бро қайдасың? Неге каналда контенттер түсіп кетті? Неге видео жоқ деп жатсыздар? Сіздердің сұрауларыңыз бойынша қайтадан контентті жаңартуға келдік. Арнамызға қайтадан оралдық. Бұл дегеніміз алдағы уақытта тағыдан өте көп қызықты контенттер жасайтынымызға біз сіздерге уәде береміз. Ал бүгінгі контент біздегі гробовщик шақыру, яғни түнгі міне жатақханада біздер еле шақыратын боламыз. Жалпы көп өздеріңіз білетін болсаңыздар, менің алдыңғы видеоларымда, салған видеоларымда комментария жазған болатынсыздар. Елес шақырш деп. Мен сіздерге опрос тастағанда да көбіңіз 24 сағат заброшканы сұрадыңыздар. Ал біз бүгін жатақхана комнатасында елес шақыратын боламыз. Жалпы негізі елес туралы видеоларды көп шығарсын десеңіздер, комментария жазып кетіңіздер. Болмаса бізде 24 сағат басқа да қызықты контенттер жаса десеңіздер, оны да жазып қойыңыздар. Ендеше достар, біз көп созбаймыз, әдеттегідей видеомызды бастаймыз. Гробовщик шақырған кезде ол көздің суреті болу керек дейді шынымен де. Міне, типа осылай болады да. Міне, көздің суреті бар. Міне достар, гробовщиктің суреті бар. Енді жазып біттік. Енді бізге примерно 3 рет гробовщик приходи деп айтатын боламыз. Және айтып болғаннан кейін мен екі камера комнатаға қойып кетеміз де бір айналып келетін боламыз. Яғни қалай камераны тастап кетем жарты сағатқа. Жарты сағаттан кейін келіп видеоны тоқтатып көретін боламыз. Ендеше кеттік басайық. Гробовщик приходи. Гробовщик приходи. Гробовщик приходи. 3 рет айттық, қағазды қойдық, ручканы қойдық. Қасында мен телефон тұрады. Міне сағат түнгі 11-ден 12 кетті. Уақыт кетті. Ендеше камераларды қойып кететін боламыз. Видеоны дұрыстап мұқият қарап отырыңдар. Біз байқамаған жерді сендер байқаулары мүмкін. Ендеше достар, видеоның соңына дейін көреміз. За тобой крадется он и вот-вот поймает. Близко. Ты слышишь, кто-то рядом притаился за углом и пронзает взглядом. Сонымен достар, бүгінгі видеоны аяқтайтын боламыз. Басынан аяғына дейін көргендеріңе рахмет. Және де комментарияға келесі видеоны жазып кетіңдер. Біз қазір осы видеоны толықтай салмас бұрын монтаждап, қандай жерінде не болғанын көретін боламыз. 2 камераны қойдық қой. Сол 2 камерадан қазір не байқадық, не болды, қандай гробовщик болды ма, болмады ма тексеретін боламыз. Ал сендер не байқадыңдар, және де комментарияға жазуды ұмытпаңдар. Егер осы видеоға 200 лайк жиналған болатын болса, біздер келесі видеоны шығаратын боламыз. Ендеше достар, қоштаспаймыз. Бітті.